Бірінші рет кесе жасап көрмекшімін. Міне үйде өзіме керек заттарды дайындап алдым. Ең бірінші бізге керегі тауық аяқтары, тауық қанаттары дейсіздер ма, білмеймін енді. Үшке бөлесіздер, керек жерінен алып, керек емес жерін тастап дегендей. Одан кейін бәрін тұрып дайындап алғаннан кейін мариновканы бастаймыз. Ең бірінші білмеймін енді, менің көзімнің алдында майонез тұр екен, майонез салдым. Майонез салдым. Одан кейін мен аштылау болсын деп екі түрлі тәтті ашталасын салдым. Мен өзім аштыны жақсы көргеннен кейін, енді әркімге әртүрлі ғой. Одан кейін чеснок қосасыздар. Одан кейін имбирді қостым, міне осылай мариновкаға дәмі күшті болсын деп. Сосын тауық приправасы болған, оны да қосып жібердім. Кішкене кристалл қостым, дәмі кірсін деп. Одан кейін бәрін осылай қосып алып, араластырып жүрген кезде пиязды ұмытып қаптым. Пиязды турап артынан салып жібердім. Сөйтіп жүрген кезде тұзды ұмытып қалғам ғой. Одан кейін тұзды да салып жібердім. Мен енді бірінші болғаннан кейін сасқалақтайды екенсің. Одан 15 сағатқа холодильникке салу керек дейді. Мен 5 сағат салдым. 10 су дайындап, бірінші ұнға маластыр, одан суға, одан қайтадан ұнға өсіп жұмысы көп екен. Одан кейін барып осылай сумайға астын қатты отта емес, ақырын отта осылай пісіріп аласыздар. Ода чикі болып қалады. Дәмі маған ұнады, күшті, жасап көріңіздер.